Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Қазақ киносы мен театрының қазіргі келбеті тарауы бойынша сабағымызды жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы театр фестивальдары. Сабақтың мақсаты бойынша сіздердің меңгеретіндеріңіз қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойыңызды дәлелдеп эссе жазасыздар. Оқушылар, бұл суреттерге ортақ атау қандай? Бұл мереке туралы не айта аласыңдар? Қазір театр өнерінің даму деңгейі қандай дәрежеде? Бұл суреттерге ортақ атау театр фестивальдары. Театр фестивальдары ең көне фестивальдардың бірі. Фестивальді ұйымдастырушылар халыққа театр өнерін түсіндіруді көздейді. Сонымен қатар театр өнерінің қасиеті мен құдіретін ұғындырады. Театр фестивальдары жас драматург пен әртістерді ынталандырады. Сол үшін жыл сайын түрлі фестивальдар өтеді. Фестиваль өнерді насихаттайды. Қазір әлем бойынша театр өнері қарқынды дамып келеді. Оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша жаңа сөздермен танысайық. Уайым, қайғы, мұң. Аулақ, алыс, қашық. Сергу үшін, бой жазып, тынығу үшін. Тоқырау, дағдарыс. Жан күйзелісі, жан азабы. Машықтану, белгілі бір іске әбден үйреніп, оны дағдыға айналдыру, жетік болу. Тың, жаңа. Осы сөздерді басшылыққа ала отырып, мәтіннен жұмысты жалғастырайық. Келесі кезекте экранда берілген мәтінді бірнеше мәрте оқып шығыңыздар. Мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөз тіркестеріне назар аударыңыздар. Театрдың адам жан дүниесі мен денсаулығына пайдасы. Қазіргі таңда адамдар күйзеліске өте жиі душар болады. Қоғамдағы мәселелер мен жұмыстағы түйткілдер жүйкені жұқартып миды шаршатады. Ал соңында уайымға ерік берген адам өз эмоциясынан аулаққа кете алмай қалады. Театрға үзбей баратын адам депрессиядан айыға алады. Танымал театрлардың антидепрессант аталатында осы. Бұндай театрлардың қатарында әлемге әйгілі Ленком театры көш бастап тұр. Бұл туралы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының баспасөз хатшысы Айзада Болат айтты. Театр нағыз өнердің ордасы. Сергу үшін барасың да, рухани байып қайтасың. Адамға эмоциялық көңіл күй тарту ететін актерлерде бар шеберліктерін салып, өз энергияларын сахна төрінде жұмсайды. Осылайша жұмыспен үйде болатын мәселелерден демалып қайтуға болады. Сондай-ақ сахнада болып жатқан қойылымнан жаныңа жақын кейіпкерді алып, негативті энергияңды сол кейіпкермен алмастырсаң болады. Әрине, ол өзіңе байланысты. Егер театрға жиі барып тұрсаң, энергияңды тұрақтандыра аласың. Ол сенің барлық проблемаңа қарсы тұруыңа септігін тигізеді. Барлық жұмыс біздің ағзамызда жүзеге асады. Егер адам позитивті көңіл күйде жүретін болса, ағзамызда серотонин гормоны бөлінеді. Ал ол тым аз мөлшерде бөлінсе, адам ашуланшақ әрі әлсіз болады. Серотонин гормонын көп мөлшерде бөлу үшін театрдың пайдасы зор, деп айтты театрдың баспасөз хатшысы. Оның айтуынша, адамдар кез келген аурудың емін дәрі-дәрмектен іздейді. Тіпті рухани тоқырау мен жан күйзелісінде емін дәрімен емдегісі келеді. Алайда бұл мүмкін емес. Дәрі адам ағзасына кері әсерін тигізу әбден мүмкін. Сондықтан дәрі-дәрмек пен медициналық көмекті жан ауруына қарсы қолдануға болмайды. Театр өнері адамға жанама әсер бермейді. Керісінше театрға барып, адамдармен тығыз байланыс орнатып, қоғаммен қарым-қатынас жасауға машықтанасың. Жаңа адамдармен танысу арқылы өзіңе қажетті тың мәліметтер аласың. Сонымен қатар театр әдемілікті жақсы көреді. Театрға баратын адам міндетті түрде көңіл күйін көтеріп, бар жақсысын үстіне іле барады. Бұл да адамның мәдени ортамен қатынасын жақсартады, деді Айзада Болат. Оқушылар, мәтіннің негізгі ойы қандай?
негізгі ойды ашатын қандай деректер ұсынар едіңіз? Топтастыруды орындап көрейікші. Осы тапсырманы орындау үшін төмендегі дескрипторды басшылыққа алыңыз. Критерий. Мәтіннің негізгі ойын анықтау, негізгі ойды ашатын деректі ақпараттарды ажырату. Дескриптор. Мәтіннің негізгі ойын анықтайды, негізгі ойды ашатын деректі ақпараттарды ажыратады. Тапсырманы орындап болсаңыздар, ықтимал жауаптарымен салыстырып көріңіздер. Театрдың адам жан дүниесі мен денсаулығына пайдасы: энергия алады, депрессиядан айығады, серотонин бөлінеді, рухани байиды, тың мәліметтер алады, қоғаммен қарым-қатынас жасайды. Мәтіндегі негізгі ойға қатысты пікіріңізді үш сөйлеммен беріп көріңіздерші. Ол үшін мына дескрипторды басшылыққа алып орындап көріңіздер. Мәтіннің негізгі ойына қатысты пікірін үш сөйлеммен білдіреді. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, экранда берілген ықтимал жауаптармен танысып шығыңыздар. Сіздердің де жауаптарыңыздың дәл осындай болуы міндетті емес. Театрдың адамға берер рухани үлгі-өнегесі мол. Театр өнері көрерменнің өмірге деген өзгеше көзқарасын қалыптастырады. Театр адамға жақсы көңіл-күй мен жағымды эмоция сыйлайды. Оқушылар, сабағымыздың мақсаты бойынша келесі тапсырма. Өз ойыңызды дәлелдеп, 100-110 сөзден тұратын театр өмірге деген көзқарасты өзгертеді атты келісу-келіспеу эссесін жазыңыз. Эссе жазуға нұсқаулық. Кіріспе бөлімде тақырыптың тезисін жазыңыз. Негізгі бөлімде келісу-келіспеу себептерін аргументтер арқылы түсіндіріңіз. Қорытынды бөлімде өз көзқарасыңызды білдіріп, ой-пікірлеріңізден қорытынды шығарыңыз. Ұсынылған лексикалық оралымдар мен клишелерді орынды қолданыңыз. Критерий. Көтерілген мәселе бойынша қажетті тілдік құрылымдарды қолданып эссе жазады. Келісу-келіспеу эссесі. Дескриптор. Эссе құрылымын сақтайды, көтерілген мәселеге көзқарасын білдіреді, келісу-келіспеу себептерін айқын жазады, қажетті клишелер мен лексикалық оралымдарды орынды қолданады. Ұсынылған клишелер мен лексикалық оралымдар. Менің пікірімше, менің ойымша, мен шын мәнісінде сенемін, алмаған келер болсақ, біріншіден, екіншіден, үшіншіден, шындығында, сөзсіз, әрине, көпшілікке тараған көзқарасқа қарамастан, қорытындылай келе, соңында. Мәтіндегі қою қаріппен берілген сөз тіркестерін лексикалық оралым ретінде қолданыңыз. Оқушылар, бүгінгі сабақта нені меңгердік? Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселе бойынша өз ойымызды дәлелдедік. Келісу-келіспеу эссесін жаздық. Келесі кезекте оқушылар, бүгінгі сабақ барысындағы іс-әрекетіңізді баланс шеңбері тәсілімен бағалап шығыңыздар. Сұрақтарға жауап бере алдым, мәтінмен жұмысты орындадым, тақырыпқа қатысты өз пікірімді білдірдім, эссе жаздым. Оқушылар, сабақ барысындағы іс-әрекеттеріңізді бағалап болсаңыздар, өзіндік жұмысқа назар аударыңыздар. УТМП формуласын қолданып, театр туралы мен не ойлаймын деген сұраққа жауап беріңіз. УТМП формуласы. Бірінші сөйлем менің ойымша, екінші сөйлем себебі мен оны бұлай түсіндіремін. Үшінші сөйлем оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Сабақ барысында орындаған тапсырмалар негізінде өзіндік жұмысты тиісті дәрежеде орындай аласыздар деп сіздерге сенемін. Оқушылар, бүгінгі театр фестивальдары тақырыбындағы сабағымызды қорытындылап өтсек, театрдың адам өміріне, рухани әлемге байланысы жайында сөз ететін болсақ, театр деген ермек емес, көңіл көтеру де емес, ол үлгі, ол тәрбие, өнер орны деп ақын қоғам қайраткері Жүсіпбек Аймауытов зор баға берген. Театр жақсы мен жаман, адал мен арам, жомарт пен сараң сияқты қасиеттердің арақашықтығын көрсетіп, адамның ойы мен сезімін тазалап отырады. Сол арқылы адамды тәрбиелейді.
Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.